Сегізінші бірінші нұсқа. Бірінші нұсқаның бірінші есебі. Тіктөртбұрыштың қабырғалары 5 см және 9 см. Осы тіктөртбұрышпен шамалас және ұзындығы 15 см болатын тіктөртбұрыштың енін табыңдар. Осы тіктөртбұрыштың әрқайсының диагональдары жүргізілген. Бұл фигуралар тең құрамдас бола ма? Жауапты түсіндіріңіз дейді. Енді бізде берілген жазып алдым. Бұл жердегі екеуі бір-бірімен шамалас, иә? Сонда біздегі формуламыз өз ауданның формуласы А көбейтілген В. Осы формула бойынша S1, S2 деп есептеймін. Сонда S1-іміз A1 көбейтілген V1, S2-іміз A2 көбейтілген V2. Енді теңестіремін. A1 көбейтілген V1 тең A2 көбейтілген V2. Формула бойынша 9 көбейтілген 5 тең 15 көбейтілген X. Бізде X-іміз белгісіз. X тең, сонда 9 көбейтілген 5 бөлінген 15-ке тең. Мұна екеуі қысқарады. Бөлімінде 3, 9-ды 3-ке бөлсек тең 3 см. Жауабы 3 см-ге тең деген сөз. 3 см. Екінші высы. Енді тіктөртбұрыштардың әрқайсының диагоналдар жүргізілді дейді. Бұл фигуралар тең құрамдас бола ма дейді. Сонымен шамамен былай жүргізілген ғой, 2 төртбұрыш. Екіншісі шамалы үлкендеу болса диагоналдар. Екеуі бірдей ма деп тұр. Я, бірдей болады, бізде ереже бар, ережені жазып кетейін. Мынау А болса, енді высы. Егер 2 фигураны қос-қостан өзара тең бөліктерге бөлу. Фигураларды тең құрамдас деп атаймыз. Жауабы болады. Сызбасын шамамен сызылайыншы. Мынауымыз 5 болса, мынауысы 9. Бізде А, В, А1, В1, С1, Д1. Екіншісі, шамалы, келесі 15 болса, несі 3 шықты ғой. Шамалы, жіңішке болады, сонда 3 шықса. А2, В2, С2, Д2 болады. Мына жеріміз бізде 15. Мына жеріміз 3 шықты. Сонда мынау S2, S1 болады. Жауабы бізде болады. Екінші есепте А высы үшбұрышында бұрыш А 45 градус, ал H биіктігі Асы қабырғаларынан AH және VH. Мына жерде H кесінділеріне бөледі. Олар 4 см және 9 см-ге тең. А высы үшбұрышының ауданын табыңдар деді. Қараңыздар, берілген жазып алдым. Біз ауданын анықтауымыз керек. Бізде Асы қабырғасын AH және H кесінділеріне бөліп тұр.
мына жердегі арамыз біздегі 45 градус. А бұрышы 90 градус мына жеріміз. Мына жеріміз 45 градус. Үш бұрыштан ішкі бұрышы 45, сонда В бұрышта 45. Мынау бізде тең бүйірлі үш бұрыш болып тұр. Сонда қараңыздар. Біздегі асы деген сөзіміз, біздегі А қабырғасы формула ауданы бойынша қабырға мен қабырғаға түсірілген биіктіктің көбейтіндісіне тең. Бізде биіктік белгісіз, дұрыс па? Биіктік белгісіз болып тұр. Сонда бізде асы деген сөзіміз, міне, мына екеуінің қосындысы. Сонда 4 пен 9-ның қосындысы 13 см, ал биіктік деген сөзіміз қараңыздар ереже. Мына арасы 90 градус, мына екеуі 45 градус. Сонда тең бүйірлі AH пен VH бір-біріне тең деген сөз. Сонда 4 см формулаға қойған кезде А-ның орнына 13-ті, В-ның орнына H-ның орнына 4-ті. Сонда 4 пен 2-ні қысқартып жібердік. 13-ті 2-ге көбейтсек 26 шығады. Сонда ауданымыз 26 см квадратқа тең деген сөз. Екінші есеп бойынша. Үшінші есепте айтылған бізде табандары 15 см және 33 см, ал диагональдары сүйір бұрыштарының биссектрисиялары болатын тең бүйірлі үш бұрыштың ауданын анықтаңдар дейді. Берілген жазбалдық сызба бойынша суретіміз осылай болады. Ауданның формуласы жазылды. Енді есептеуіміз керек. Қарасаңыздар, мына жердегі VE мен CF бұл жерде бізде биіктік болып тұр, я? Сонда жазып аламыз. Біздегі VE тең CF тең H-қа тең болып тұр. Яғни екеуі де биіктік. Енді сонда VE-ның формуласы. VE бізде VE катет болып тұр, я? Мына жерде гипотенуза, мына да катет. Сонда азайтамыз. VE деген сөзіміз AV азайтылған AE. Мына жерде бір-біріне параллель болып тұр. VE и ойбай VS параллель AD-ға. Екеуі параллель ғой. Мына жерде диагональ жүргізсек, асы бізде қиюшы болады. Сондағы мына жердегі біздегі қиюшы болған кезде мына екі қабырға бір-біріне тең болады. Мынау да 15-ке тең. AV тең VS-ға, екеуі де бізде сонда 15-ке тең. Екеуі де 15 сантиметр. AE деген сөзіміз біздегі F-ға тең. Екеуі бір-біріне тең болады. F-да. Мынаны шетіндегісіне. Ол деген сөзіміз AD-дан азайтамыз VS-ны, кейін 2-ге бөлеміз. AD-мыз бізде 33, азайтамыз 15, бөлеміз 2-ге. Азайтқан кезде 18, 18-ді 2-ге бөлсек 9 см. Сонда VE-міз биіктік 15-дің квадраты азайтылған 9-ның квадраты болады, я? 15-ді 225, азайтылған 9-ді 81. 144 шығады. Ол деген сөзіміз 12. Енді формулаға қоямыз. Бастапқы формулаға. Аудан бойынша анықтайтын. S тең 15 қосылған 33 көбейтілген бөлімінде 2 көбейтілген 12. Екеуін қысқартып жіберемін. 1 болады, 6 болады. Екеуін қоссақ 40, 48. 48 көбейтілген 6 тең 288 сантиметр квадрат болады. Жауабы 288 сантиметр квадратқа тең.